Кешірерсіз, администраторды бола ма? Администратор қандай мақсатта керек? Ача, администратормен жолығыш үшін бір мақсаттар керек па не? Біз кешке болатын тойын қонақтарымыз ғой. Енді кешке келмейсіңдер ма? Енді соны ақылдасақ деп келіп тұрмыз ғой. Қаншада келетіндеріңді ма? Жоқ, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Или әдейі істеп тұрсыз. Кешке үйленетін жігіт, ол белгілі вайнер ғой, пранкер. Соған біз тойында пранк істейін дегенбіз ғой. Соны ақылдасайын дегенбіз. Қандай пранк? Короче, кешке той болып жатады ғой. Нажықтан бір жігіт келеді, ана қыздың бұрынғы жігіті сияқты. Микрофонын жұлып алып сөз сөйлей бастайды ғой. Сол кезде біз қырғын төлес қылдырамыз. Ая жағы флешмоб беймем деді. Болды ғой, күшті ғой. Тамаша ғой. Мен администраторға өзім ескертіп айтамын. Сендер барып дайындала беріңдер. Бол. Ал, Ғазизхан, кешкі пранкыңа дайындал. Сәл кешіп қалдым, я? Кешірім сұрайым. Сәл деген не? Бір сағат па не? Мен үшін, я? Сен үшін жоқ. В общем, бұлай, тездетіп жұмыстарыңызға кірісіңіздер. Әсел, Гүлнара, ыдыстар шығарып қоя беріңдер. Консультате, Жора, тамақтарыңыз жасап бастай беріңіздер. Дархан, Тайман, сендер қыздарға көмектесесіңдер. Түсінікті ма? Уақыт жоқ, бір сағатта барлығы дайын болатын болсын. Давай. Бүйтіндер деп. Өзі тым істемей ма? Мен әлі естеймін, Тайман. Жолыңыз болсын деп жатырмын. Ау! Жолыңыз болсын деп жатырмын. Давай, отырмандар. Ескерту! Не істеп қойдың мен тағы да? Саған емес, бәріңе. Бүгін бастықты кім сұрап келсе де жоқ деп айтыңдар. Болмаса маған жіберіңдер. Мен жоқ деп өзім айтам. Сізге жібереміз ау. Әйтпесе мен өтірік айта алмаймын. Есі дұрыс емес адам сұрамаса сенен келіп. Есі дұрыс адам сұрамайды. Все, давай, уақыт жоқ. Давай. Бәсеке, маған аванс беріңіз. Маған срочно. Бастың өзінде ме? Өзінде болар, қаз қарайын. Походу ушел. Кім? Это я, Жора. Не болды? Не болғанда, мен сізбен сөйлескім келіп еді, и еще заодно бір кісі келіп тұр, сізбен сөйлескісі келіп тұр. Жоқ деп айт. Мен олай айта алмайды екенмін. Неге? Потому что ол менің қасымда тұр. Естіп тұр ма не? Самат, ашса есіңді. Шаңабай, қалайсың? Салам алейкум. Кел. Кейін сөйлесем. Аванс. Бүгін кредит төлеу керек. Аванс. Тез қойсаңдар, сен қазір үлгірмей қаламыз ғой. Неге тамақтар әлі қойылмаған? Қазір той басталам дегенше барлығын қойып үлгіреміз. Тездетіңдерші. Әйтпесе қонақтар деген дастархандарында дым жоқ екен деп жатыр. Ой, тәте, уайымдамаңыз. Қазір той басталған кезде крутой поворот болады. Анау тамадалар айтпақшы, дастарханға құстың сүтінен басқасын бәрін қоямыз. Сөйтіңдерші балам. Әйтпесе адам деген уайымдайды екен. Уайымдамаңызшы, пожалуйста. Жақсы. Тез. Жарайды, Самат. Бір сағатта кәп сайсыңдар ғой. Мен неге жоқ деп айтпайсыңдар? Мен сізді бар деп айтқан жоқпын. Мен Ғазизханға ескерттім ғой, мен кім келсе де жоқ деп айтыңдар деп. Мен ескерткенді естіген жоқпын. Енді неменеге келдің? Бәсеке, маған аванс бересіз бе? Бүгін мен кредит төлейтін күнім еді. Сен ана кісіге жоқ дегенде берер едім. Қазір жоқ. Айлықты күтесің. Босың, маған Ғазизхан шақыр.
О, брат, қалайсың? Келші, көрішерші бізді, біз дайындалып жатыр едік. Мүмкін бір қосатын ойларың болса айтып жүрші. Сендерге қойылым ба не, жігіттер? Пранк емес па? Сендерге ешкім сенбейді қазір. Енді не істеймін? Сендер бір-бірлеріңмен сөйлеспеңдер. Жақын жүрмеңдер. Пранк деген аяқ асты болу керек қой. А, все, брат, администратор не деді? Администратор келген жоқ әлі. Қазір келеді, келсе де ол қайда барады? Болды, рахмет онда. Сыртқа шығып темешек дайындала берейік. Сөзек темешек па дейік? Сөйтсіңдерші. Темекі шегер кетіңдер еще. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Мына жерге отырыңыздар. Ремень тағып алыңыздар. Ойнап айтамын. Сен не істеп жүрсің залда? Сізді бастық іздеп жатыр. Жай ма? Бастық жоқ деп вы же меня не предупредили? Бастыққа біреу келді ма не? Келді, ол ушел давно уже. Айтпайсың ба? Ну, сіз қызықсыз, бастыққа біреу келіп тұрғаны мен қалай айтамын сізге? Басеке, анау дейтін тупой екен ғой да? Қолдей, саған бір жұмыс тапсырсаң осы ғой енді. Басеке, мен айтуын айттым, ана өзі тупит етіп жүрген. Айтқаннан сен істемей. Залға бар да, біреу жұмса. Банкоматта маған 150 мың теңге шешіп әкеп берсін. Болды, Басеке, 151 мың шешіп береміз ғой қазір. Ана Жораға беріп жүрме. Мен аванс сұрап жүрген. Кредитін төлеп тастап жүрер. Болды, бір сөзіңіз, мөлдіреген көзіңіз, қалыңызшы өзіңізбен өзіңіз. Көп екен айналайын сөзіңіз. Ей! Сендердікі жай ма? Қуасыңдар ма сендер? Не болды? Сендерге не айттым мен? Той басталғанша көрінбеңдер. Қонақтар көріп қойса не ойлайды? Пранктарың сранк болады ғой. Енді біраз дайындалып, ар жақта позорың шашылмайтындай деп ойлағанбыз ғой. Жоқ, ол өздеріңе байланысты жігіттер. Сендерге не болды? Бұрын бір пранк жасамаған адам құсап. Кірмендер бар, тойхана сыртында жүріңдер. Бірге топтасып жүрмендер. Бәрін жиналып алыпсыңдар ғой. Нема, администратор келді ма, братан? Администратор келді, қазір бастықта отыр. Қазір шығады, мен бәрін айтамын. Давай, мен жұмыстамын. Айман, мен тастап тапқан жігітің осы ма? Қазір мына жердің барлығын бытшын шығарам. Мен саған оны айттым ғой. Жай, Шамал. Тойдың берекесін алмай кеттіңдер бар. Кетпесем не істейсің ал? Қалай кетпесек қайтесің, сен бауырым кетіңдер деген сөзге түсінбейсің ба? В смысле? Жігіттер қойыңдар! Айттым ғой, сендер қойыңдар деп. Ты кто такой? Что хочешь конкретно? Успокойтесь! Что вы делаете? Жеттер! Жоқ, брат, маған пранк деп ешкім ескерткен жоқ. Ескерттік қой. Бауырым, өтірік айтпа. Мен өтірік айтқан адам жек көрем. Никогда өтірік айтқан адам емеспін өзім. Братан, біз ескерттік қой ертеректе келіп. Просто өзің болған жоқсың. Бір қызметкерің өзі саған жеткіземіз деді ғой. Пранк па, пранк емес па, ода шаруам жоқ. Біздің қызметкерлермен неге қырылып жүрсіңдер? Оның пранкқа қатысы бар деп ойладық қой. Короче, білмеймін. Толтырамыз. Штрафтарыңды сотқа барып өздерін төлейсіңдер. Ал сіз Ғазизхан мырза, арыз шағымыз бар ма? Жоқ, маған тойдың ақшасын төлейсіз болды, мен ешқандай арызым жоқ. Оны өздерің шешесіздер. Ал сіздер боссыздар. Маған ашып жібересіз бе аға? Ашық тұр ғой. Ашық тұр. Шығады.
Кім ұйымдастырып жүр ол пранкты? Дархан, тойда пранк болатын неге айтпағансың маған? Айтам деп отырғанды өзің ғой бір жаққа жұмсап жүрген. Шаруам жоқ, той есіме сөйлесесің, ақшаны аласың. Алмайды екенсің, аласың. Сенде басқа вариант жоқ. Ей, не бүлдіргенсіңдер тағы? Мен емес, Дархан бәріне кінәлі. Сен немене Дархан, Бархан деп? Кім бұл жерде администратор? Сен бе әлде мен бе? Ақшаны сен қоясың орнына. Мен ештеңе білмеймін, түсінікті бе? Міне ақшаңыз. Уже? Жаңа банкоматта шешіп алып келген ақша. Бәсе. Карточка қайда? Алло, ақшаң менде, келіп алып кет. Иә. Естідің ғой, Дархан? Қайдан тапсаң, оннан тап. Ақшаны орнына қой. Не істеп отырсыңдар? Істейтін басқа жұмыс жоқ па? О, подставщик, қалайсың? Кеше сен үшін түрмеге отырып кете жаздадық қой? Жігіттер ренжімеңдерші. Мен шын айтам деп ұмытып кеттім. Уайымдама, братан, бәрі дұрыс. Бір жағынан кешегі жігіт риза болды, той местен кетпес болды деп. Мынау кешегі тойдың ақшасы.